Ассалаумағалейкум достар. Бүгін сіздермен бір жиі кездесетін ауру туралы сөйлесеміз. Қыста күзден суық тиіп жөтелі басталады. Сол жөтел кетпей қойса, бұл жай тұмау емес, көбіне бронхит. Қарапайым тілмен айтқанда, бронхит біздің өкпеге ауа апаратын түтікшелеріміз бар ғой. Солардың қабынуы қабынса ісіп кетеді. Ішінде шырыш жиналады. Соның кесірінен біз жөтелеміз, демігіп қаламыз. Бронхит екі түрлі болады: жедел және созылмалы. Жедел түрі көбіне тұмаудан кейін пайда болады. Уақытында емдесе тез жазылады, ал созылмалы ұзаққа созылады. Неден болады? Ең бірінші себеп вирустар, грипп, ОРВИ. Соның бәрінен кейін бронхит шығады. Кейде бактерияларды қоздырады. Тағы бір үлкен фактор – шылым. Сигарет шегетіндер бронхит жиі кездеседі. Сонымен қатар шаң, химиялық бу, ластанған ауа бәрі бронхитқа әсер етеді. Ал енді белгілеріне келсек, алдымен құрақ жөтел басталады, кейін қақырық шығады, әлсіздік, шашау, кейде температура көтеріледі, деп жетпей сырыл естіледі. Созылмалы түрінде жөтел айлап тоқтамайды, жыл сайын қайталанады. Диагноз қою қиын емес, дәрігер тыңдап көреді. Сырыл естілсе, бірден байқалады. Қан анализі, рентген жасайсың. Емдеуге келсек, жедел бронхитте көбіне көп сұйық ішу керек, жылы жату керек. Жөтелге қарсы дәрілер беріледі. Бактериялар болса, антибиотик беріледі. Созылмалы: бірінші сигаретті тастау, бронхитті кеңейтетін дәрілер, ингаляторлар қолданады. Тыныс жаттығулары, спорт, таза ауа өте пайдалы. Достар, бронхит жеңіл сияқты көрінеді, бірақ оны уақытында емдемесек, созылмалы түрге айналады, өкпеге зиянын тигізеді. Өз денсаулығыңа бейжай қарама. Видео ұнаса, лайк басып, каналға жазыл.